Саламатсыздар ма? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біздер жеміс-жидек айдарынан осындай көкнай, яғни клубника тоқуды бастаймыз. Ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк, коммент жазып кетулеріңізді сұраймын. Ал бастайық. Бұл үшін ғажайып шеңбер жасап аламыз. Бір бас жіп алып, сол жібімізді кері қарай бас алып қайтамыз. Қолымыздан шығарып аламыз да, осы шеңберімізден 6 үстемесіз бас тоқып шығамыз. Яғни ортасынан аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Одан кейін мынау алғашқы жібімізден тартып шеңберімізді жабамыз. Міне мен шеңберімді жаптым. Енді осы шеңбердің мына біз бастаған жеріне бір бас аламыз да, осы шеңберімізді бекітеміз. Яғни біздің жұмысшы жібімізден іліп аламыз. Енді осы жерден біздер белгі қойып кетейік. Мұндай бар, бірақ көп цветі келмейді. Мына жіптің бір сыңарына іліп кетейін. Сіздер де белгі қойып кеттіңіздер осылай. Белгі қойып кетіп, енді манағы алған 6 бас жібімізден әрбір ойықтан 2 бастан жіп алып үстемесіз бас тоқимыз. Яғни 2 бастан бір бас шығарамыз. 1, және сол жерден аламыз. Міне сол жерден, сол ойықтан аламыз екінші рет. Осылайша 6 рет алып шығамыз. 1, және сол ойықтан аламыз 2. 2 рет оқыдық. 1, 2, 3 рет алдық. 1, және сол жерден аламыз 2. және бір рет қалды бізде. 1, 2. Енді соңғы 1, 2. Біз банағы белгі қойып кеткен жерімізге келдік. Енді осыдан қайтып осы белгі қойып кеткен жерімізге дейін ешқандай үстеме қоспастан бірден алып шығамыз. Яғни 12 басты. 1, 2, 3. Осылайша 12 басты алып шығасыздар. 4, мына белгі қойған жерге дейін. Бітеп қарасаңыздар, мына жерде өзі бойығы көрініп тұрады. 5, 2 бастан бір бас аламыз. Келесі 6. Сегіз. 9. 10. 11. Соңғы 12-ші. Біз белгі қойған жерімізге келдік. Сонда біздерде осылайша белгі қойған нәрсемізді қойып кетейік. Енді олай етеміз. Бірінші бастан осылай тоқимыз.
екіншісінен 1 2 деп тоқимыз. Яғни санап отырсаңдар 1 2 1 2. Біріншісінен тек қана 1 бас алып кетесіздер. Біріншісінен 1 бас алып кетесіздер. Екіншісінен сол ойықтан 2 рет аласыздар. 1 2. Осылайша 1 2 1 2 деп жалғастырып, манағы біздің қойып кеткен мына жерде белгіміз бар ғой, меткамыз, соған шейін тоқи бересіздер. 1 мына соңғы метка тоқыған жерден 2 аласыздар. Егер бастарыңыз түгел болса, яғни ілмек бастарыңыз түгел болса, жалпы тоқуда негізі есептен жаңылмасаңыз, тоқып жатқан нәрсеңіз өте әдемі шығады. Ең бастысы есептен жаңылмау керек. Енді келесі тоқу бізде 1 2 3 деген жерде 2 рет аламыз сол ойықтан. 1 2. Осылай жалғастырамыз соңына дейін. 1 2 3 деп 3 деген жерінде 2 рет аласыздар. Міне мен 1 2 3-тің соңғы жеріне келдім. Енді бір бас менде 1 деп бітетін сияқты. Соңғы 1 2. Сонымен бітті. Бұл жер. Енді ары қарата түсіндіріп кетейін. Ары қарата 1 2 3 десе төртіншісінде 2 бас аласыздар. Тағы да 1 2 3 төртіншісінде 2 бас аласыздар. Осылай жалғастыра береміз. Міне мен 1 2 3 4 деп бітірдім. Енді біз мына белгі жібімізді алып осы жерден қоямыз. Содан кейін жоғары қарай 4 рет ешқандай бас қоспай әр столбик безін әкетіп тоқимыз. 4 рет дегеніміз не? Қазір мен сіздерге түсіндіріп айтып берейін. Осы жерден белгі қойып кетіңіз. Осы жерден бастап санағанда 4 рет деген мына 4 бүкіршік 1 2 3 4. Мынадан жоғарыда 1 2 3 4. Ары қарата түсіндіңіздер ғой? Мынандай 1 2 3 4 деген сияқты. 1 2 3 4. Осылайша мен жүремін. 1 2 3 4. Осылай ешқандай бас қоспай, 2 бастан 1 бас шығарып, яғни столбик безін накида тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығамыз. Мен ары қарай да тоқып кеттім. Міне мен тоқып болдым. Яғни мына сіздерге түсіндіріп айтайын. 1 2 3 4. Манағы жерден 4 рет жоғары көтердім. Енді біздер мына аузын бүріп бастаймыз. Ол үшін 1 2. Осы 3 бастан 1 бас алып азайтамыз. Келесі 1 басты аламыз да столбик безін накида тоқимыз. Одан кейін 3 бас аламыз. 1 2. Яғни 3 бастан 1 бас. Осылайша аузын бүреміз. Сосын кішкене шамалы бүргеннен кейін ішін файбермен толтырамыз. Яғни наполнитель. Бізге мына белгі керек емес. Алып тастайық, мен шайт етеді. Енді біздер ішін толтырамыз. Бүйтіп толтырып отырасыздар. Аузын бүрген сайын қолдарыңыз сыйғанша. Ары қарата манағы жолмен аузын бүре береміз. До конца бүріп тастамаңыздар. Қазір көрсетемін. Бір азғантай алғанда қалғанша бүге беріңіз. Міне мен аузын бүріп қалдым. Енді осы жерден жібімізді үземіз. Бұл жіпті үземіз. Сөйтіп біз жасыл жіпті бастаймыз. Ол үшін келесі бастан жібімізді іліп аламыз. Жасылмен мана қалған жібімізді жақсы етіп байлап кетейік. Бізге кедергісін келтірмеу үшін. Бас іліп алдық. Және бұны осының ішіне қаратып, әзір ашық тұрғанда салып жіберейік. Осы бас алып біз әуелі бүкпесіз бір айналдырып шығаймыз. Яғни 2 бастан 1 бас алып. Осылайша барлық біздің ilmeğimizden alışamız. İlmeğimizden basalamız. Her ilmeğimizden
осылайша соңына дейін іліп шығамыз айналып. Осылайша бір бірден іліп шықтық. Мына соңғы жеріне келдік. Байлап жіберген жерімізден біз бас алмаған болатынбыз. Оған да бас алып кетеміз. Сосын келесі ilmektен бастап біздер қайтадан аузын бүріп бастаймыз. Енді жаңағыдай етіп үшеуден біреу алып аузын бүріп бекітеміз. Біреу, екеу, осы үш бастан бір бас аламыз. Ауыз жағы сондықтан біреу, екеу, міне үш бастан бір бас аламыз. Үш бастан бір бас аламыз. Енді менің бастар бітті. Бір қарсы беттен бір бас жіп алып, осы бір жерден бекітеміз. Бекіттік. Бізде клубникамыз пайда болды. Мінекей. Енді осы жерден біз екі бас жоғары аламыз. Біреу, екеу жоғары көтерме бас аламыз. Екеу. Жетемізде осының түбінен тағы бір жіп аламыз. Түбінен тағы бір жіп аламыз да, осыны осылай бекітеміз. Бекітіп, ұзынырақ қылып, жібімізді қиып тастаймыз. Осы жібімізді біздер осы алған жерімізді жасырып, мына жерде түбір қалдырамыз. Яғни кез келген жерінен іліп аламыз да. Сөйтіп әр жеріне ілсеңіздер, мынау түршік болып қалады. Шықты, түршік болып қалды. Мен мына жерден алып, мына жерден қалған жасырайын. Яғни кез келген жерінен алып, осылай жасырсаңыздар болады. Жіпті ішіне қарай міне кірді жіп. Сөйтіп жайлап бізде клубника пайда болды. Яғни клубный. Енді мына жерден кез келген жасылдың түбінен жібімізді іліп аламыз. Міне іліп алдық. Сөйтемізде екі бас жоғары аламыз. Біреу, екеу. Екі бас жоғарға үстеме бас аламыз. Содан кейін мына жерден біреуін тастап, екіншісінен аламыз. Мен дұрыс емес айттым. Аламыз. Столбик с накидом тоқимыз. Бас аламыз. Столбик с накидом тоқимыз. Бір столбик с накидом тоқыдық. Және келесі бастан аламыз да. Мына жерлердің бәрі астында қылапай бірмен істемей тұр. Так. Әдемілік бас шығарып аламыз да. Столбик без накида тоқимыз. Содан кейін столбик с накидом тоқимыз. Келесі бастан аламыз. Столбик с накидом алдық. Енді столбик без накида аламыз. Осылайша бір айналдырып шығамыз. Қазір еттеп кейін көрсетемін сіздерге. Осылайша бір әр жерінен келесіден міне келесі ілмегімізден аламыз. Столбик с накидом аламыз. Міне келесіден столбик без накида аламыз. Келесіге қарай өтеміз. Столбик без накида аламыз. Яғни екі бастан бір бас шығарып аламыз.
осылайша аландырып тоқимыз соңына дейін. Содан кейін міне ең соңғысы столбик без накида тоқимыз. Міне бізде осындай жапырақ пайда болып келе жатыр. Енді мына бірінші тоқып кеткен столбигімізден тоқимыз. Әуелі осының түбінде бірінші ілмегінен столбик без накида аламыз. Мен не жүріп ала қойып едім. Аңғор ой екен. Жүндер көп айналмай тұр. Так, бірінші без накида алдық. Екінші біздер полустолбик аламыз. Екіншісіне полустолбик, яғни 3 бастан бірден sıra бір аламыз. Так, содан кейінгі петлядан столбик с накидом аламыз. Яғни 2 бастан бір бас шығарып аламыз, әуелі, содан кейін және бір бас шығарып аламыз. Так, содан кейін столбик. Одан кейін біздер полустолбик аламыз, яғни 3 бастан бір бас. Одан кейін мына түбінен столбик без накида аламыз. Так, осыны мына екінші мана жапырақ сияқтының ортасынан аламыз да былай етіп бекітіп жібереміз, яғни мынадан өткізіп аламыз. Сонда бізде мынандай жапырақ шықты. Келесі айналымдағы жапырағымызға барамыз. Әуелі столбик без накида аламыз. Бірінші петлядан столбик без накида аламыз. Көрініп тұрмас сіздерге? Столбик без накида аламыз. Екінші ілмектен полустолбик аламыз. Яғни 3 бастан бір бас шығарамыз. Одан кейін с накидом аламыз. Яғни әуелі екеуден біреу алып аламыз. Содан кейін екеуден біреу аламыз. Содан кейін полустолбик аламыз қайтадан. Полустолбик аламыз, яғни 3 бастан бір бас шығарып аламыз. Содан кейін уже мына жерде түбі бар, сонда столбик без накида аламыз. Содан кейін түбіне барып бекітеміз. Түбінде бірінші ілмегімізге апарып бекітеміз. Енді бізде бір жапырақтың тұсы қалды. Тағы да бұның бірінші ілмегінен столбик без накида аламыз. Яғни 2 бастан бір бас шығарамыз. Одан кейін полустолбик аламыз. Одан кейін столбик с накидом аламыз. Одан кейін 2 жіптен бір жіп аламыз. Одан кейін бір жіп аламыз. Енді полустолбик аламыз сол жерден. Яғни 3 бастан бір бас аламыз. Одан кейін сол жерден столбик без накида аламыз. Сосын ортасындағы жіптен бекітеміз, яғни жіп аламыз. Сосын яғни жіпті аламыз. Шықпетті менде жіп. Сол жібімізді мына біздің жібімізден істейміз. Енді мен сіздерге көрсетейін. Біздерде осындай әрбір айналып жүргенде басылып қалыпты. Біздерде мынандай жапырақ шығып келе жатыр, байқасаңыздар. Яғни клубниканың жапырағы. Енді осы жерден біздер жапырақтардың ұшын шығарамыз.
біз столбик накидін аламыз әуелі. Осы жерден бірден бастап кетейік. Біз столбик накидін аламыз. Столбик накидін аламыз. Так, сосын екі бас жіп аламыз. Біреу, екеу. Сосын осы келесі ілмектен осы жерден столбик накидін қылып, осы жерден аламыз қайтадан. Енді келесі ілмектен аламыз да бұны бекітеміз. Яғни аламыз да бізде бәрінен өткізіп шығамыз. Келесі столбиктен жай столбик накидін алып кетеміз. Біздің жапырағымыздан өтіпті. Осылайша жапырақты бір-бір айналдырып шығамыз. Сонда жапырақтарымыз осылай жайлайды біздің. Келесі столбиктен столбик накидін аламыз. Келесі өткізетін жерімізден біз столбик накидін аламыз әуелі. Яғни екі бастан бір бас аламыз. Одан кейін және бір бас аламыз. Осыдан кейін үстен екі бас жіп жоғары аламыз. Біреу, екеу. Сосын сразу столбик накидін аламыз қасына. Бұл столбик аламыз. Одан кейінгі жерден жай әншейін столбик без накид аламыз. Сосын одан кейінгіден бекітіп шығамыз. Бізде осылайша жапырақ шығып жатыр менің ортасы. Енді бір рет жаңағыдай етіп бас көтереміз. Біреу, екеу. Одан кейін столбик накидін аламыз. Және келесіден столбик без накид аламыз. Және бекітеміз осы жерге. Оның ортасындағы, екі жапырақтың ортасындағы жерден жіп аламыз да. Осы жерден жемізді жинап аламыз. Енді осы жіпті қайырып жасырамыз осы жердің. Немесе жай ғана бүйтіп іліп алып кете беруімізге болады бүйтіп. Каждый жерден. Былай етіп астың жағына бір жерін жасырамыз. Біз жібімізді жасырдық. Ангоровый не болғасын, кішкене сіздерге анықтау көрінбей тұр. Құлап. Енді бұл құлпынайдың сүйектері болады, косточка деп айталады орысша. Ол үшін кез келген жерден енеге жіп сабақты, сары жіп сабақтап аламыз да, шамалы қалдырып, косточка деп бір полоска жобасында осылайша косточка қалдырып кетеміз. Өзіңіздің бұл жерде өзіңіздің фантазияңызға жол бересіз. Қанша косточка жасағыңыз келеді. Яғни қанша сүйек. Тұқым дей ма, сүйек дей ма, құлпынайдың.
Мен осы жібім біткенше айналдырып шығамын деп отырмын. Себебі мен құлпынаймын. Үлкендеу. Енді соңғысын мына қалдырып кеткен жібіміздің дәл алған жерінен аламыз да екеуін байлаймыз. Қаттырақ қылып екі рет байлап жіберіп түбін қиямыз. Түбін қиып, содан кейін келген іріліктен барып осыны іліп алып кейін қарай ішке қарай тартамыз. Міне ішінде қалып қойды. Міне біздің құлпынайымыз дайын болды. Көріп тұрғандай, бұл жеміс-жидек айдары және жалпы көп өңірлерде бұндай нәрселерді шашуға пайдаланылады. Той шашуына егер ұнаған болса, мына ақшыл түсте жақсы көрініп тұр. Ұнаған болса, каналыма ұмытпай келіп тұрыңыздар, тіркеліп, комментарияларыңызды жазыңыздар. Бүгінше осы, келесі кездескенше қош сау болыңыздар.